Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін мына столды құрайық деп жатырық. Бұл стол бізде мына бұрышта тұрған, біз оны құрмай жүргенбіз. Бүгін соған міне руки дошли дейді ғой. Сонымен қазір мен жолдасым және де қайыным екеуі құрып жатыр. Ал мынау бізде комод, бұны да жақын күндерде құратын шығармыз. Ол столды мейірім қызға құрамыз, Құдай қаласа жарты жылда мектепке барған кезде бізге керек болады. Мама. Динка шарик береді. Бұл бізде келесі күн, қасымда Темірхан жүр. Мен үй жинайын деп шештім. Бұл бізде кешкі уақыт. Жолдасым келгенше тез үйді пылесоситетіп жинап тастайын деп шештім. Негізді үйді біз мен почти күн жинаймасам болады. Кейбір кезде 2 күн сайын жинаймын, себебі тез кір болып кетеді, қоқым-соқым деген сияқты. Қалдарыңыз қалай? Бізде міне бүгін осындай обновка. Қазір тұрып көрсетейін. Мейірімге осындай столды құрдық. Негізі ана жерде құрылмай тұрған. Ноутбук қойдық. Мына жерде өзінің заттарын сақ қойыпты мейірім. И мынандай полкасымен күшті стульчик. Сурмаға мейірім мынандай өзінің қыздарский заттарын сақ қойыпты. Мына жаққа тоже дәптер-пәптер, зарядник. Сол достар, осындай стол құрдық мейірім қызға. Скоро мейірім 6-ға толады осы декабрьде, и уже 6,5 жаста біз сабаққа барамыз. Соған уже дайындап қойдық. Мына стол негізі кухнядағы стол. Наверное, ауыстыруым керек. Осыны пока қоя тұрдық. Пока что осы жерге тағы да 2 или 1 стол заказ береміз. Вот, достар. Қасымда Темірхан. Екеуі неде? Разве? Арғара үйді жинап жатырмын. Бізде мынау кілем төсегіш болғанда плед сияқты ауыстырып тұрамыз. Потому что балалар қырғып тастай береді. Сол диван кір болмасын деп төсеп қойғанбыз. Қазір мен қағып, қайтадан орнына қоямын. Сол достар.
жерде біз мына тәпішкелер тұратын полканы жинайық деп шештік. Мен негізі ар жақта өзім сол тамақ істеп сөйтіп жүрген болатым. Сөйтіп қарасам, балдарым іштері пісіп, сөйтіп өздері сүртіп жатыр екен. Сосын мен де ойбай деп қосыла кеттім. Как раз осыған қолым жетпей жүрген жасауға. Сонымен балалармен қоса бәріміз тез осы жақты сүртіп, тәпішкелерді әппақ қылып қойдық. Мына жерде балалар сүртіп жатыр. Қыстық аяқ киімдерді шығарып, жаздық аяқ киімдерді балконға шығарып қойдық. Негізі мына сөз бар ғой, балаңды аясаң аяма деген. Мен енді бірақ балаларым әлі кішкентай, сондықтан әрине мықтылы тұлғалар болып өскенін қалаймын. Енді кітаптар оқып, ұлы адамдарды тыңдауға тырысамын. Енді білмеймін, өздері әйтеуір іштері пысқан кезде осылай көмектесіп қалады. Мен үй жинаймын деген кезде пылес ұстап, шаң сүртіп, пол сүртіп дегендей. Сол достар, қинамаймын, мынаны істе деп, мүмкін кейін үлкейген кезде сөйтіп айтатын шығарым, пока что енді білмеймін. Сонымен үйді айнадай қылып, енді мен өзім продуктыға шықтым. Балалар о кезде жолдасыммен қалды. Продуктыны қазір сіздермен бірге алатын боламын. Бұл бізде Skifs Mall, Астана қаласындағы. Енді бағалары керемет арзан деп айта алмаймын. Салыстырмалы түрде шығар, әр өңірге байланысты. Қазір не алғанды, қанша теңгеге алғанды, в общем, бәрін көрсететін боламын сіздерге.
достар, мен осынша зат алып шықтым магазиннен. 3,5, почти 4 пакет. Міне қазір сіздерге көрсетейін не алғанымды. Макаронды да үлкенірегін алдым, себебі кішкентайын алсам тез бітіп қала береді. Сол үшін барлығынан көбіректен алдым. Балалар жақсы көретін Актимель, одан кейін Малаяшка, мен кішкентай Темірхан. Енді қатты томпақ емес, сол үшін. Сосын мынандай рисовая мука алдым, без глютена деп. Одан кейін молочный хлеб, оны жақсы көреміз. Сүт, әрине кашаға керек, арасында балалар сүт жай ішеміз дейді, сол кезде құйып беремін. Одан кейін екінші пакетте мынандай сіздерге чекті көрсетіп жатырмын. В общем, мен 33.334 теңгеге алып келдім. Универсальный салфетка, сок. Бізде салфетка деген масқара кетеді енді. Сол үшін көбірек алуға тырысам. Одан кейін Фрутоняняда да акция болып жатыр екен. Чай, ішінде қасығы бар. Одан кейін мынандай нарине, осыны жақсы көреміз. Күріш, ары қарай міне творог, домашний, Темірханға берем. Чечевица. Қасымда балалар сөйлеп жатыр. Енді бұлар кішкентай болғаннан кейін тыныш десең де қоймайды. Мына екінші пакетімді де көрсетіп біттім. Мусорный пакетик. Одан кейін соңғы үшінші пакет, және де мынандай жұмыртқа, курочка рябаның 33 штук, оливковое масло тамақ істегенге, балаларға зиян болмасын деген ниетпен. Одан кейін мынандай губкалар, ыдыс-аяқ жуғанға, мынандай көп ұзын-ұзын макарончиктер сорпаға алдым. Потом тағы да екінші нан, печенька, круассаны, балалар жегенге ғой бәрі енді. Мынандай весовой гречка алдым, тоже весовой каша, яғни овсянка. Мынан балалар арасында фри жасап берем. И сахар алдым. Вот, достар, осының бәрі бізде 33.000 теңге болды. В общем, достар, осының бәрі мен бағана чекті көрсеткендей 33.000 қалдым, көрдіңіздер ме? Ерде 33 штук жұмыртқа, курочка рябаны жақсы аламыз постоянно. Аның ішінен қасық шығып. Вот, достар. Темірханға салмақ қосқанға кішкене Малаяшка. В общем, осы достар. Міне достар, сіздерге үй жинауға мотивация бердік деп ойлаймыз. Рахмет, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.